Қайырлы күн, сіздермен бірге Ләззат. Бүгін керемет кешкі ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен жуылған күрішімізді, сары майымызды толықтай ерітіп, шамалы уақыт қуырып алатын боламыз. Қыздар, егер де дәл осылай сары май қосу арқылы күріштеріңізді ассаңыздар, күріштеріңіз ыдырап, әдемі болып шығады. Тұзымызды салып, 2 кесе күрішімізге 4 кесе су құятын боламыз. Енді әр күріштің сортына байланысты менің күрішім жарты сағаттың көлемінде пісіп шықты. Күрішімізді бұқтыруға қойғаннан кейін енді салмасын дайындайтын боламыз. Келесі кезекте тауықтың төс етін 1 келі көлемде туралатын боламыз. Етімізді турап алғаннан кейін жуамызды 4 бөлікке бөліп 1 келгіде туралатын боламыз. Екі 3 қасық су майымызбен сары майымызды ертіп алатын боламыз. Менде сары май көп болып кеткендіктен жарты бөлігін алып тастадым. Өздеріңізге қажетті мөлшерде қоссаңыздар болады. Ең алдымен жуамызды қуырып алатын боламыз, сары түске енгенге дейін. Жуамыз қуырылғаннан кейін төс етімізді салып, толықтай қуырып алатын боламыз. Етіміз қуырылғанға дейін соусымызды дайындайтын боламыз. Сметанамызбен барлық қоспаларды қосып, толықтай 1 келі масса болғанға дейін араластырамыз. Қыздар, бір ас қасық ұнды міндетті түрде қосатын боламыз. Бұл біздің соусымыздың қою болуына тікелей байланысты. Қуырылған етімізге соусымызды құйып 20 минутқа бұқтыратын боламыз. Лабыр жапырағын салып 20-30 минут көлемінде бұқтырып алатын боламыз. 20-30 минуттан кейін бізде осындай қою масса дайын болады. Мінекей қыздар, өздеріңізге айтқандай күрішіміз ыдырап әдемі пісті. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша күрішімізді әсемдеп, үстіне салмасын салып ұсынатын боламыз. Сіздермен болған Ләззат. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Ас болсын.